Баршаңызға сәлем, берекелі каналына қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгін мен сіздерге қысқа арналып жабылатын салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге қызанақ, қызыл болгар бұрышы, сәбіз және сарымсақ керек. Алдымен қызанақты мясорубкадан өткізіп қайнатамыз. Одан соң оның үстіне қызыл болгар бұрышын мясорубкадан өткізіп құямыз. Екеуін араластырып 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан соң біз туралған сәбізді және сарымсақты саламыз. Сәбізді теркадан өткізуге де болады қалауыңызша, сарымсақты да қалауыңызша турауыңызға болады. Екеуін салғаннан соң біз тағы да жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағаттан соң біз оған тұзын саламыз және де укропты турап саламыз және лавр жапырағын саламыз. Үстіне 200 грамм сұйық май құямыз. Сонымен барлығын араластырып, 1,5 сағат баяу отта қайнатамыз. 1,5 сағатта барлығы жұмсарып піседі. Және де салатымыздың түсі өте керемет болады. Себебі қызыл болгар бұрышы өте керемет түс береді. Бұл салатты біз нан батырып жеуге де болады, немесе томат ретінде де қолдануға болады. Және де банкаларымызды стерильдеп жауып аламыз. Сіз де жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп комментарий жазыңыз.